мына тұрған сөз, мына тұрған сөз. Саған таныс па? Таныс. Интуиция деген не? Чутье. Чутье? Чутье. Человеческое чутье. Чутье? Амин. Мен жоқ, просто Шымкент баласы осындай сөз айтады деп ойлап. Чутье. Чье чутье? Твое чутье. Жалпы адамның ішкі түйсігі, дұрыс па? Сол ойынды ойнаймыз. Бұл ойынға тек қана құда балалар емес, барлықтарыңыз атсалысасыздар. Барлықтарыңыз. Қалай экранға сөз шығады, сол сөз осы залда кімге қатысты, сол адам орныңыздан жай ғана тұрасыз. Ал құда бала тұрған қонақтарға қарап, неге тұрды, және қай жерлермен бір-бірлеріне ұқсас екенін ойланып, интуициясын, чутьесін қосып, сіздер арқылы экрандағы сөзді табу керек. Түсінікті ма? Түсінікті ма? Я деңдерші? Рахмет. Мына жақ вообще өздерімен хит жандар. Сәкен қарап отыр көке. Ал, түсінікті ма өзіне? Түсінікті. Поддержка береміз ба? Красавчик. Құда бала, начинаем. Зағын көрмейді, жағын қармай қой. Бірінші сөз. Егерде осындай қонақтар болса, орындарыңыздан тұруларыңызды сұраймыз. Егерде болса, тұрыңыздар. Қатысайық енді. Вот многие не встали. Походу, они не уверены в себе. А сіздер ше? Жоқ, наоборот тұрамыз. Осындай қонақтар болса, тұрыңыздар деп тұр. Қара, неге тұрды? Және қай жерлермен бір-бірлеріне ұқсас? Еркектер. Шабала! Рахмет, құдалар молодцы, ат салысып отырсыздар. Молодцы, құдалар, супер. Дұрыс, біріншісі еркектер. Первый всегда легкий, да? Арғырай дайын бол, қиын болады. Келесі. Егерде осындай қонақтар болса, орындарыңыздан тұруларыңызды сұраймыз. Если есть такие гости, походу біреу ғана қойды. Біреу, екеу. Тұрсаңшы, до конца тұрайықта. Не отырмайсыз? Қара. Екеу. Көке тамақ ішіңіз, қыздар өзіңіз ішіп отыра берішті, менің айтып отырсыз жерде. Айғайлап айтып отыр. Неге тұрды? Қара көйлек. Қара көйлек. Шабала. Мына кісіні түсінбедім. Бет тамақ жеп отыр. Қара көйлек қой. Енді неге айтып отырсыз, мынаны табу керек қой. Отыра берші тамақ ішіп көрейін. Шаруа жай, ойын отыр, ойында жоқ. Молодец, келесі. Егерде осындай қонақтар болса, орындарыңыздан тұруларыңызды сұраймыз. Бар болса, анау құдалар жақтан бір көкем ғана тұрды. Мына жерде екеу тұрды. Және мына жақтан анағаты. Неге тұрды? Әдемілер. Красивый. Әдемілер? Сонда мына отырғандар страшный внимание. Мына апалар ужасный внимание. Жоқ, қараш, мына кісі сонда страшный. Хотя, да. Хотя он такой. Жоқ, ойла сонда, экранға әдемі деген сөз шықты, мына отырғандар. Бізге қатты жоқ отыра берейік деп отыр ма? Жоқ, ойла. Көбісі отыр. Ана көкемді білесің бе сен? Иә. Значит, көкесін білесің бе? Ол мұшыққа, намек тастап отырмын. Көкені тақып жақсы білесің бе? Бүкіл ойын кайфын бұзды мына кісілер. Ол бұл жақтікі. Ал несі? Көкен ошаққа Басқа қалады.
Басқа қаладан красавчик, молодец. Рахмет. Жаңа көкені танымайсың ба? Басқа қаладан деп отырмын. Бұл жақты кеп деп айтып отырмын. Ничего, нормально. Бірақ айтпайықшы, өтініш. Келесі. Іштеріңізден оқыңыздар, айтпаңыздар. Өтініш. Музыканы шығарып қойып кішкене. Кәні. Негіз бәрі тұру керек қой. Егер де осындай қонақтар болса, орынларынан тұруларын сұраймыз. Міне, сен жақтықілердің бәрі тұрып почти. Мына екі көкені қарасың, екі көке қол көтерді. Екеу тұрды. Значит, Шеттер. қалай? Шеттер. Шеттер? Мына екі көке тұрды ғой десем, шеттер дейді. Наоборот. Ішпейтіндер. Иә, ішпейтіндер, шамалап. Рахмет. Ана кісілерге айтып атыр. Жарайды, аға. Келесі. Егер де осындай қонақтар болса, орынларыңыздан тұруларыңызды сұраймыз. Если есть. Міне, ойбай сен жақта көп ақ бұрын оған. Міне, мына кісі тұрды, неужели тұрды? Ойбай сен жақта не деген көп ақ? Значит, Очкариктер. Сен мына сөздің маған да тиіп кетті ойлайсың ба? Очкариктер дейді ғой. Очкариктер деп, тек қана очкариктер бір-бірлерін айта алады. Понял? Да, очкарик? Да, очкарик? Мысалы, мен айта аламын, ренжімейді, нормально, молодец. Келесі! Қара. Ойбай! Сәкен тұрмапсың ғой? Молодец, Сәкен ағам. Серік, саған не жоқ? Ну ладно, проверь, Серік, ничего страшного. Ойбай, құдалар, осы ма? Қара. Неге тұрды? Бағанағы еркектер сияқты, бірақ уже по-другому. Үйленгендер. Естілмей. Үйленгендер. Қалай? Үйленгендер. Үйленгендер? Жоқ, дұрыс қой, үйленгендер ше, бірақ кейбір үйленгендер отыр. Олар тұрғысы келеді, бірақ тұра алмайды. Қиналып отыр. Ойбай, мына кісі көтеріп жүргендес бәрі. Серік тұрды. Знаешь, жоқ, Гуля ханым. Гуля. Біреудің семьясында нейім бар, Гуля? Гуля ханым. Біреудің семьясында нейім бар, жаным? Қазір үйлеріне барып концерт көреді, олар сөзді. Неге? Значит, Гуля ханым ана інілерін қорқпайтын қылып үйретіп жатыр ғой. Інілер ғой. Гуля інілерін қорқпайтын қылып үйретіп жатыр ғой. Енді інілері қорықса не істейсің, Гуля? Гуля, інілерін сондай не істейсің енді? Отырыңдар сендер, өз еркілермен тұрған жоқсыңдар. Мыналар өз еркімен тұрған жоқ, отырыңдар. Енді намек түсіндің ба? Значит, Әйелінен қорқпайтындар. қалай? Әйелінен қорқпайтындар. Молодец, әйелінен қорқпайтындар, шамала. Бірақ Гуляның інілері
Подкаблук. Подкаблучник дейді. Ойнамай өтеді, әзілдеп отырмыз. Ханымдар мен мырзалар, соңғысы. Шапалақ, дұрыс, рахмет, молодец. Шапалақ!